Өміріңізді өзгертуге кедергі келтіріп тұрған ең басты 3 жауыңызды білесіз бе? Сонымен кеттік. Олардың біріншісі зона комфорты. Ыңғайлы зона. Көбіміз ыңғайлылықты, комфортты жақсы көреміз, және де еш нәрсе өзгерткіміз келмейді. Алайда, біз еш нәрсе өзгертпесек, біздің өмірімізде прогресс болмайды. Сондықтан да зона комфортынан шығып тұрған дұрыс. Мынаны есте сақтаңыз. Егер де сіз бұрыннан жасап келе жатқан әрекеттер бүгінгі нәтижеге әкеліп отырса, дәл осы әрекет алдағы уақытта да бүгінгідей нәтижеге әкеледі. Сондықтан да бір нәрсені өзгерту керек. Келесі бір нәрсе жасаудан қорқу, яғни сізге бұл жаңа, бейтаныс нәрсе болғасын, сіз қолыңыздан келмейді деп ойлайсыз. Неде бұл бір нәрсе жасаудан қорқу, еш нәрсені жасамауға, ал еш нәрсені жасамау бұл істі кейінге қалдыра беруге әкеліп соқтырады. Үшіншісі, бұл қойылған мақсаттарға тез, оңай жолмен айлалар қолданып жету. Барлығымыз бір мақсат қойғанда оған тез, оңай жолмен жеткіміз келеді, бірақ та бұл жолда қолданылған айлалар кейін бізге зақым, зардап әкелуі мүмкін. Ал маңызды мақсаттар бұл ұзақ уақыт ішінде еңбекті, табандылықты және де дисциплинаны талап етеді. Сондықтан да дәл қазір маңызды, өзіңе маңызды, өте маңызды үлкен мақсатты жазып, оған жету жолдарына жоспар жаса. Хотя бы мақсаттың атын жазып қой. Кейінге қалдырмай, дәл қазір ең алғашқы қадамнан баста. Бірдеңе жасашы енді. Ну, пожалуйста, енді бірдеңе жасашы. Сонымен осы қас жаулармен күресуді баста. Келесі кездескенше. Чао.